Ақтөбе облысы іскерлік климатты қалыптастыруда республика бойынша үздік үштікте. Астана қаласынан кейін екінші орынға тұрақтаған өңірдің шағын және орта бизнесті дамытудағы қарқыны жоғары. Бүгін ақтөбеліктерге Қазақстанның кәсіпкерлер құқығын қорғау бойынша өкілі Болат Палымбетов осындай баға берді. Облыс әкімі Бердібек Сапарбаевтың қатысуымен өткен кездесуде кәсіпкерлік саласындағы өзге де өзекті мәселелер талқыланды. Гүлбағда Қайратқызы толықтырады. Облыс әкімі Бердібек Сапарбаевтың Қазақстанның кәсіпкерлер құқығын қорғау бойынша өкілі Болат Палымбетовпен кездесуінде Ақтөбе өңірінің кәсіпкерлік саласында жиі көтерілетін проблемалық сұрақтар талқыланды. Оның ішінде өңірдің іскерлік климатын қалыптастыру, көлеңкелі экономика мен сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес, салық төлеу, жер телімдерінің берілуі сияқты өзекті мәселелер айтылды. Республика бойынша Атамекен кәсіпкерлер палатасына шағын, орта және ірі бизнеске қатысты түскен 10.500 арыздың басым бөлігі де осы проблемаларға келіп тіреледі. Бүгінде облыста 51 мың шағын және орта бизнес құрылымдары бар. Онда 130 мыңдай маман жұмыс істейді. Кәсіпкерлікті дамыту үшін оларға 4,1 миллиард теңге бөлінген. Қазіргі таңда біздің кәсіпкерлер елбасының берген тапсырмасын осы салада жұмыс істейтіндердің саны жалпы жұмыс істейтіндерден 30%-дан кем болмау деген орындап отыр. Біз енді жергілікті билік кәсіпкерлерге енді қолымыздан келгенше көмектесеміз. Ең бірінші осы кәсіпкерлердің қаржылай қолдау мәселесі. Тек қана биылдың өзінде бюджетте 4,1 миллиард ақша қаралған. Ол бірінші мынау жол картасы жұмыспен қамту бағдарламасы арқылы. Екінші біз мынау Атамекеннің Алмекс даму, содан кейін ауыл шаруашылығын қолдау, одан кейін өзіміздің бюджеттен 2 миллиард 300 миллион қаржы бөлінген. Сол арқылы жергілікті жерде кәсіпкерлікті дамыту. Ең негізгі бұл бағдарламалардың мақсаты мынау ауылда кәсіпкерлікті дамыту, одан кейін ауыл шаруашылық өнімдерін өңдеу. Ақтөбе облысы елімізде 5 қанатқақты жоба жүзеге асырылатын өңірлердің бірі ретінде саналады. Сол жоба арқылы бірінші тоқсанда ауыл шаруашылығын өңдеу, елді мекендерде фермаларды көбейту негізінде 330 миллион теңге жұмсалған. Қазақстанның кәсіпкерлер құқығын қорғау бойынша өкілі Болат Палымбетовтың айтуынша, ақтөбелік кәсіпкерлердің белсенділігі жоғары. Тиісті атқарушы органдардың жүргізген әлеуметтік сауалнамасы бойынша іскерлік климатты қалыптастыруда Ақтөбе облысы Астана қаласынан кейінгі екінші орында. Қазақстанның ұлттық экономика министерствосының жасаған исследователь Ақтөбе екінші орында. Бірінші орында Астана болса, екінші орында Ақтөбе. Бұл ең бірінші. Ақтөбенің кәсіпкерлері осы климат, Ақтөбенің климаты керемет жақсы климат. Өздері айтып отыр. Сондай болғанда кейін жаңа өздеріңіз естіп отырсыз, қанша бюджеттің қаражат бөлініп жатыр. Мына жердің аукционы басталды. Бұл бәрі осы климатқа байланыс жасап отқан нәрсе ғой. Басқосуда сондай-ақ жеке балабақшаларға мемлекеттік тапсырысты бөлу кезінде кездесетін түсініспеушіліктер де назардан тыс қалмады. Бұдан өзге Ақтөбе қаласының орталық көшелерінде тоқтауға тыйым салынады деген жол белгісін орнату, жолаушылар тасымалымен айналысушы кәсіпкерлік нысандарын субсидиялау жөнінде біраз мәселелер қозғалды. Гүлбағда Қайратқызы, Арман Досмағамбетов, Қазақстан, Ақтөбе.